Айтылса дедім. Ол заңды ма? Жоқ, заңды деп айтқан жоқсыз. Ол жақта учетта жоқ болса біз қойып береміз дедіңіз. Енді мына жерде заңды деп жатыр. Енді заңды қосып тұрсыз. Енді сіздерге заңды керек болатын болса неге айғаратсыздар? Мынанша уақытқа дейін неге айғаратсыздар? Неге кіргізбей қоймадыңыздар? Страховка бермесеңіздер ешкім алмайды. Ешкім алмайды. Біздер мал жасап отырсыздар. Енді мына жеңілдік сайлау өтті бітті. Мынадан кейін мал жасап енді қоймаймыз деп алдап отырсыздар сіздер. Қоясыздар. Требую, халық требует етеді. Қойдырамыз. Біз халық қойдырамыз. Дұрыс. Неге біз ақымақпыз сонда? Халық қашан халық қанай бересіздер? Бізге тыныштық керек. Жетті. Мына жерде заңды сосын жасамаңыздар ешқашан. Бірақ біз қойдырамыз, требует етіп қойдырамыз. Күнде жиналамыз. Біз де жұмыс істемейміз, біз де жұмыс істемейміз. Біз аш қалсақ, баламыз аш қалады. Ертең ойлаңыздар. Қаншама семья аш қалады мынаның бәрі. Бәрі біздің осы ел адамдарға қарап қой семьялар. Бәрі де кредит қой, 2 миллиондан кредит алған мәселе. Сол кезде айтпадыңыздар ма? 2018-2019-да міне, жігіттер, мына Альфа, Естима, Про, Мажеста. Сіз қазір Альфа-тен Естима ғана көрдіңіз. Юпсым группа бар, Honda дейсек. Мына жерде келген жоқ. Кеше өтірік, брифингте айтып жатыр өтірік. 3700 ғана пробурный машина бар. Иә, өтірік ол. 3700 емес, минимум 100 мың машина бар. Мен сізге гарантия беремін. Қайдан алғанда? Бүткіл Шымкент, Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар, бәрі таксистер. Әр семьяда таксистің бір машина бар.